Баршаңызға сәлем достар. Көріп тұрғандарыңыздай біз Түркияның Bilecik деген қаласына жолға шықтық. Bilecik деген қала сіздерге өте танымал. Эртугрул, Курулус Осман сияқты Түркияның ең атақты тарихи сериалдарының кейіпкерлері өмір сүрген жерге барамыз. Осындай әдемі таң атпай 3 сағаттық ұйқымен жолға шықтық. Өзіміздің ауданның әкімшіліктің турымен шығып бара жатырмыз. Бізде таңертең осындай таңғы ас берді. Жалпы таңғы ас, түскі ас, кешкі ас барлығы осы әкімшіліктің турының ішінде, өздерінің ішінде болды. Жалпы жол бойынша осындай әдемі теңіздің көрінісі, одан кейін жап-жасыл желек орманды жерлерді көріп бардық. Bilecik қаласы негізінен ондай үлкен бір қала емес, 11 мыңға жетпейді, бір 10.800-дей халқы бар. Жалпы Түркиядағы ең жаңағыдай 40% мәрі бар, дәл осы Bilecik қаласынан шығады. Кішкентай болғанмен өндіріс ошақтары өте көп. Достар, баршаңызға сәлем. Түркияның Bilecik деген қаласындамыз. Жолдасымекеміз бүгін осы жаққа келіп қалдық. Бұл Bilecik деген қала сіздерге барлықтарыңызға таныс. Эртугрул деген түркі сериал бар, тарихи Құрылыс Осман деген сериал бар. Вот сол кейіпкерлердің, сол тарихи сериалдардың Түркияның Осман империясының құрылған жерінде дәл осы бір қалаға келіп қалдық. Бұйырса бізбен бірге болыңыздар. Мен де бірінші рет келіп тұрмын. Осы қаланы тамашалап бүгін аралайтын боламыз. Birleşen şehrimizimize hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine özellikle zararlar dediğimizde İslam olanların ziyaretleri yapılıyor. Bir de Cumhuriyet'in Dünyası'ndan ve Cumhuriyet'in size Достар, біз алдымен осы Bilecik қаласына келген бойда Bilecik қаласының этнографиялық музейіне кіріп шықтық. Музейде жалпы сол өңірдегі тарихымен таныстыратын барлық күнімізге дейінгі халықты өмір тіршілігін көрсететін музей бар. Мынау Түркияның осы Bilecik'тің 20 ғасыр басындағы үй. Мынау да түркі әйелдерінің, сол Bilecik қаласындағы әйелдердің ұлттық өздерінің тұрмыстық киімдері, мына жерде өмір салты, тіршілігі барлығы баяндалған, өте әдемі. Нан жауып кәдімгі қарабайыр. Өзіміз мына жерде біраз ұқсас нәрселер көріп тұрсыздар, иә? Біздің елде де осындай көбісі бар деген сияқты тіршілік иелері. Бақыршылық жалпы Түркияда өте жақсы дамыған. Бақыр ыдыстар әлі күнге дейін көп қолданады. Тарихында да көрсетіп тұр. Юбка қамырын жайып жатыр. Қына түрік қыздарының, одан кейін қалыңдықтың бөлмесі. Мына жерде де мына кілемді көріп тұрсыздар ма, достар? Таныстыра сіздерге. Осы кілем Қазақстанда да өте танымал болған, бір кездер біздің үйде де болған. Сөйтсем, осы Түркияға келген кезде осындай ескі фильмдерден көп көретін болдым. Жалпы Түркиядан келген екен осы кілем. Қысқаша осылай танысып шықтық, тіршілігімен барлығын өздерінің өнеркәсіп, жалпы кәсіптік нелері өте жақсы дамыған ғой. Мына жерге сепет тоқу, мынандай көрпелері, мыналардың барлығы бізде кестелеп, кестеленген көрпелер. Бізде мысалы көбісі құрақ көрпелер танымал ғой. Қыштан жасалған ыдыстар. Осылардың барлығы жеке-жеке әрқайсысын тематикалық тұрғыда осылай бейнелеп көрсетіп қойған бізге. Жалпы Bilecik қаласында негізі не екен, жаңағыдай коза дейді, сол танымал екен. Яғни жібек жасайтын, жібектің құрттары өндіріледі екен. Жалпы осы қалада сондай несі танымал екен осы қаланың. Одан бөлек айтқандай маденжілік дейді, жағы мәрмәрдің Одан кейін осындай тарихи, осы жақта ең маңызды осы Bilecik'тің тарихи бөлімі Шейх Эдебали және соның шәкірттері бейнеленген осындай мұражай бар. Жалпы қазір соның бірінші соған баратын боламыз. Шейх Эдебали дегеніміз жалпы Осман империясының құруында өте ықпалды адамдардың бірі болған. Әрі жағы үлкен дін адамы, философ жағы біздің Мәулананың замандасы деуге болады осы кісіні. Көшеде Эртугрул деген көше көзіме оттай басылды.
Біз одан кейін осы Бележі қаласында үлкен Османлы падишахтары, жалпы 36 падишах болған ғой, Османлы падишахтарынан. Сол Осман патшадан бастап осы ең соңғы патшаға дейін бүкіл сұлтандардың өмірбаянын, киген киімдерін бәрін іштей төрттей ма нет үштей портретімен өмірбаян барлығын осы жерге салып қойыпты түгел. Бір кіргеннен мысалы Осман тарихын осы жердегі келген кісілердің бәрі таныса алады. Өйткені сіздердің бәріңіз білетін Сұлтан Сүлейменнің суреті, оның турасы, яғни мөрі, сол миниатюралар соның заманындағы басқарған кездегі барлығын жеке-жеке осылай бейнелеген. Мына жердің бәрі парк өте әдемі, роза гүлдермен көмкеріп әдемі қылып жасап қойыпты. Маған қатты ұнады. Сосын барлық жерде де осы қайы тайпасының, қайы тайпа дегеніміз осы эмблемасы бар. Осы қаладан барлық жерден көруге болады. Яғни Осман сұлтандары дәл осы тайпадан шыққан екен. Біз қазір Осман Гази, яғни Осман патшаның салдырған мешіт, соның мешіті мына жерде. Соның қасында Шейх Эдебали, жаңағы осы сол кісінің басына келдік. Шейх Эдебали бар, және Осман патшаның әйелі бар, яғни Шейх Эдебалидің қызы, әйелі барлығы керіні жерде су ішіп жатыр. Дәмін көрейін деп келген соң. Қалай екен? Ал шипа болсын. Шейх Эдебали түрбесіне келе жатырмыз. Бала хатун түрбесі бар екен. Жанында Osmanlı Devleti'nin kurulmasına vesilelerden hocası. Осман патша түс көрген кезде түсін жақсыға жорып осындай 3 құрлықты басқарған 600 жыл империя болған үлкен Османлы империясын құратынын сезіп біліп түсін жорыған осындай үлкен ұстазы болған екен. Сол кісінің басына жатқан жері, соған шығып бара жатырмыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, Шейх Эдебалидің жатқан жері, түрбесі бар осы жерде. Сондай-ақ жұбайы және Осман патшаның әйелі бала, яғни Шейх Эдебалидің қызы дәл осы жерде жатқан жері бар. Көргендеріп тұрғандарыңыздай өте биік нүктеде орналасқан. Жалпы мына жер Бележі өте сондай тегіс жер емес, таулы жер екен. Енді Орта Азиядан түріктер моңғол шапқыншылығынан әсерінен Анадолыға қарай ығысады ғой. Сонда мысалға Коня жақтан биліктер бар, о жақта да, Қараман билігі бар. Эртугрулдың жұрты дәл осы жаққа орналасады. Қарап тұрғандарыңыздай тегіс жер емес, таулы аймақта орналасқан. Сонысы мені таң қалдырды осы жерде. Osmanlı İmparatorluğu'nun anası. Шейх Эдебалиның әйелі және қызы. Kızı anası. Osmanlı İmparatorluğu'nun. Осман патшаның әйелі осы Шейх Эдебалидің қызы ғой. Шейх Эдебалидің өзі Түркменстанның Мерв деген қаласында туылған екен. Жалпы Түркменстан туған жері. Мінекей мына жерде Эртугрул Газидің сөзі
жазып қойған екен. Эртугрул деген кісі бұл осы Осман империясының құрушысы, Осман патшаның әкесі. Сол кездегі бейліктердің, мысалы Осман бейлігінің құрушысы Эртугрул. Оны сериал көргендер жақсы біледі. Мен бұл сериалды көрмеген. Бірақ осы жерге сол сериалдардың құрылыс Осман болсын, Эртугрул көрген жан-жақтан туристер қазір осы сериалдан кейін осы жер популяр болды, қатты танымал болды. Мына жерде мысалға өсиет сөзі қалдырған Эртугрул патшаның баласына, мысалға мені жаңағыдай ренжітсең де Шейх Эдебалиді ренжітпе деп жазғанда сондай сөзі бар. Оның қаншалықты ол кісіге деген құрметін білдіреді. Мына жерде кіріп шығайық қазір. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай дәл осы аймақта барлықтарыңыз білетін Осман Сұлтан мен Бала Хатунның махаббаты дәл осы аймақта өткен. Мындай панорама бар, мына жердің бәрі. Қорқынышты жана. Ана Афион деген неге барған едік қой біз қалаға. Осындай жерді басқан едік қой кезде әйнек. Каньонға барған едік. Мына жерлердің бәрі. Ана жол мына жерде де тұр ғой сол жол. Бұл жол ма, көпір ма? Аспалы көпір ғой, көпір екен ғой, аспалы көпір жасап қойыпты. Аспалы көпір ана таудың арасында, жартастардың арасында. Төбенің барлығы үйлер. Өте әдемі. Достар, мінекей мынандай шапка қалай екен? Жарасады ма екен маған? Мінекей. Осы тарихи сериалдардан кейін осындай шапкалар мына жақта теріден тігілген көп трендте. Трендте қазір көріп жатырмын. İstanbul'da gelip turşu alınmaz ya. Yani осындай не бар, шағын ғана дүкендер бар, мына жерлердің барлығында сувенир келген адамдардың бәрі осы жерге түрлі сувенирлер, естелікке сат ала алады. Var ama karşı tarafta sağda bir kutunun içinde. Мынандай ыдыстан өзі өте дәмді болады тамақтар, қыш ыдыстан. Шейх Эдебалидің түрбесінен шығып, достар, біз осындай қаланың сыртында, осындай бір күре деген ауылдың төбесіне шықтық. Қараңыздар, әр жерде осы қайыт айбасының белгісі бар. Өте әдемі панорама. Достар, мінекей мына жер, мінекей келу жолы өте оңай жер емес, ең төбеде тұр негізі. Қазір ең төбеде орналасқан жер екен, сол жерге келдік. Осман тарихында осы Бележікте міндетті түрде көруге осындай көруге тұрарлық жердің бірі. Бұл жерде маңызды жерлердің бірі. Достар, бұл келген жеріміз Дурсун Фахих деген, яғни Шейх Эдебалидің күйеу баласы, әрі Осман Газидің бажасы болып келеді. Осы Шейх Эдебали де би болған кісі ғой, бұл да содан кейін соның шәкірті әрі би болған. Осман империясы кезеңінде рухани көшбасшы болған, нағыз сол империя кезінде өмір сүрген маңызды тұлғаның бірі.
сол кезде қазы болған, имам болған, уағызшы болған, яғни маңызды тұлғалардың бірі болған. Сондықтан дәл осы жерге де туристер келеді. Достар, осымен бірінші бөлім бітті. Бұйырса келесі видеода сіздер Ертөғірыл патшаның туған ауылына баратын боламыз. Сол жерді арнайы сіздерге екінші бөлімде көрсететін боламын. Сондықтан видеодан алыс қалмаңыздар.